Сәлеметсіздер оқушылар, менің атым Өрік Қуаныш Берікұлы, И31 тобының студентімін. Бүгінгі өтетін сабақтың тақырыбы Paygame кітапханасы. Бүгінгі Paygame тақырыбымыз оқу мақсаттары Paygame кітапханасын қосу және де келесі ойын терезесін жасау үшін Paygame кітапханасының дайын модульдерін дайындау. Және де ойын адам ойлап тапқан ең үздік өнертабыстардың бірі. Соңғы 25-30 жыл ішінде компьютер техникасының дамуымен бірге компьютерлік ойындардың да салуын алған түрлері пайда болды. Десек те өзінің құрған сценарийін және ережелер бойынша ойын жасағанға не жетсін. Ойын жасау үшін компьютерде графиканы құру оңай шаруа емес. Ойын жасауға қолайлы ортаның бірі Python программалық тілінің Paygame модулі болып саналады. Енді осы Paygame модулін пайдаланып ойын жасау жолдарын үйренейік. Paygame модулі Python программасын бөлек орнатылады. Қажетті нұсқаны осы көрсетілген адрес бойынша арқылы көшіріп алуға болады. Және Python программасында Paygame кітапханасын ашу үшін пуск батырмасы арқылы басып және барлық программаларды таңдаймыз. Және де осыда стандартты программаны таңдап командалық жолды ашамыз. Осы командалық қатарға pip install Paygame командасын теріп Enter пернесін басамыз. Осы Paygame терезесі суретте көрсетілгенде ашылады және осы командалық жол арқылы жүргізіледі. Суретте көріп тұрғаныңыздай Paygame кітапханасы 100% орнатылып жұмыс істеуге дайын. Егер Paygame орнатылмаған жағдайда, онда Windows'ты орнату қажет болады. Pythonның 3.4 немесе одан кейінгі нұсқаларын бірі PyPython мен бірге орнатылады. Осы ең бірінші Paygame командалық орналасқан кезде бірінші кодты жазамыз, ол осы суретте көрсетілгендей жазылады. Екінші жол Paygame орнатылған соң ойын жүретін терезені жасаудың керек. Және осы бірінші код жазып болғаннан кейін программа бірінші код орындағанда экранда өлшемдері 640-480 пиксельдерінің қара фонды терезесі пайда болады. Осы пайда болғаннан кейін екінші кодты жазуға болады. Және кез келген ойын программасын ойыншымен қарым-қатынасқа түсу керек. Сол үшін Paygame модуліне пайдаланушы қандай да бір әрекетті орындап жатпағанын анықтайтын event loop cycle оқиғасы командасы пайдаланады. Бұл терезе тінтуірмен шерткенде жауап бермейді. Paygame цикл оқиғасы үнемі жұмыс істеп тұруы тиіс. Егер цикл болмаса, программа жұмыс қате болады. Үшінші код осы көрсетіліп тұрғандай ең басты және осы ойыншылармен қарым-қатынас жасауға арналған код болып саналады. Келесі мен сіздерге көрсететінім ол Paygame draw командалары. Енді Paygame кітапханасына жататын шеңбер түзу және тіктөртбұрыш сияқты геометриялық фигуралар салатын Paygame draw командалары қызметімен танысайық. Ең бірінші ол төртбұрыш және үшбұрыш шеңбер салудың көптеген осы жолдары бар. және Paygame командалар арқылы болса, мен сіздерге көрсеткен программа командалар арқылы осы шеңбер салуға болады. Мысалға, бірінші шеңбер салу арқылы осы суреттегідей көптеген тінтулер арқылы осы шеңбер саламыз. және төртбұрышты осы сурет арқылы төртбұрыш салу осы сурет арқылы көрсетіліп тұр. және де сіздерге түзу салу ол осы арқылы жасалынады түзу. және де осы суреттер салу арқылы осы үшінші сурет ойын терезесінің фигуралар арқылы пайда болынады. және Paygame модуль беті сурет салу бетін surface бет арқылы және де экран бетінде көрініп тұрған суретті display surface дейді. Мысалы, үш кодта бет screen деп аталған. Жалпы алғанда бұл модуль бойынша ойын құруда бірнеше бетті пайдалануға болады. Paygame модуліндегі түстер Paygame модулінде RGB түстер модулі қолданылады. және де ода RGB R қызыл, G жасыл және де B көк түстер болсанады. Ал қалған түстер осы үш түстің араласуымен алынады. және де осы видео сабақтың соңында осы сіздерге жеке жұмыс бергім келеді. Олар бірінші жеке жұмыстың бірінші тапсырмасы ол Paygame модулінің қызметі қандай, екінші Paygame модулі қалай іске қосуға болады, үшінші геометриялық фигураларды салу үшін қандай командамен таныстың, және де төртінші Paygame түстері қалай аталынады. және де сіздерге мен жаңа тіктөртбұрыш шеңбер салу және түзу салу арқылы осы мен сіздерге жұптық жұмыс бергім келіп тұр. Ол төртінші суретте берілген тракторды Paygame draw көмегімен осы пойызда тракторды салуға сіздерге кеңес беремін. Сау болыңыздар, осы видео сабақтың сау болыңыздар.